біздің боксқа өзбектер қызыға да қызғана қарайтын. Өзбек қазақ деген сөз болса болды, ол кетеді, ол дауылға уласа да Өзбектер жаңағында сауданы мықты жасайтын халық қой. Сол төрешілермен де саудаласуды әбден жақсы меңгеріп алған ба деген ой келеді. Мына бала деген енді масқара деп баға беріп жатыр екен да, көзінде от бар, қорықпайды. Жалпы енді қазақ боксшыларынан жасыратын жоқ, бәрі қаймағы да. Екінші орын қола дегенге мүлдем жүлде деп қарамайды ғой. Армысыздар, қымбатты көрермендер, бізде кезекті шығарылым. Бүгін біз студиямызға, қонақжай студиямызға Жандос Айтбайұлын шақырып отырмыз. Жандос аға, қош келдіңіз. Сізді біздің студиядан көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Жалпы қай жерге бір жиындарға бара қалсақ та, мына журналистердің арасында көбісі сұрап жатады, қазір Жандос аға қайда, қазір не істеп жүр, көрінбей кетті, эфирлерден бұрынғыдай жиі шықпайтын болып кетті деп. Қазір қайдасыз? Көп рахмет шақырғандарыңа біріншіден. Енді екіншіден қазір Астанадамыз. 2 жыл бұрын осы Алматыдан қоныс аударып осында хабар агенттігін сол өзіміз 20 жылдан асты ғой. 2001 жылдан бері табан аудармай қызмет етіп келеміз. Сол спорт бөлімінде әлі. Енді бұрындары спорттың барлық жарыстары біздің хабардан еді ғой. Олимпиада ойындары, чемпиондар лигасы, әлем біріншіліктері, кейін Казспорт каналы ашылғаннан кейін біртіндеп енді жарыстардың барлығын сол жақтан көрсете бастады. Біз тек Олимпиада ойындарында ғана қосыламыз, өйткені енді бір каналдың 2 каналы егере алмай жатады. Сондықтан да сондай үлкен байрақты бәсекелерде, яғни 4 жылдықтың басты додасында хабар арнасы ел арна болды, енді ол кезде қазір жоқ. Сол Олимпиада ойындарын көрсеткен кезде біз маусым кезінде ғана маусымдық комментатор болдық қой, қысқасын айтқан. Сол Олимпиада ойындарында жазғы және қысқы. Қазір енді осы мынау соңғы әлем чемпионатында сол Казспорт арнасынан жүргізуге, жалпы енді өзіміз кезінде бала кезде жалпы жасыратын жоқ қой. Анау Бердібек Соқпақбаевтың жекпе-жегін оқығаннан кейін Мұрат Батырбаевқа еліктеп боксшы болғымыз келгені рас, бірақ енді бізден боксшы шыққан жоқ. Десе де сол енді 2004 жылғы Афина ойындарынан бастап Олимпиада ойындарында бокс бәсекелерін жүргізіп келеміз. Сол осы әлем чемпионатының қарсаңында да өзім жаңағы ұсыныс айттым. Казспорттың басшысы осы жерде жаңағы Нағи Бақытбекұлына және бас продюсер Әділет мырзаларға үлкен алғыс, мүмкіндік беріп шақырды. Эфирді сол басынан аяғына дейін чемпионатта шамамыз келгенше жүргізіп шықтық. Енді жаңа айтып жатырсыз ғой, хабарда қазір енді спорт көп қатты, енді саяси жаңалықтар ғой көбінесе қазір. Бір сағыныш болмай ма осы жүргізіңізге, бір ойындар бокстан бөлек жаңағыдай басқа да спорт түрлері болып жатқан кезде бір әттең біздің арнада болса деген секілді. Әрине, сағынасың, енді спорттың аурасы, жаңағы жарыстың десі мүлде бөлек қой. Әсіресе чемпиондар лигасында жаңағы шарықтау шегіне жеткен кезде, ширек финалдық, жартылай финалдық кездесулер кезінде эфирден қарап отырып, кезінде осыны біз жүргізуші едік деп. Бір эфирге шыққың келіп тұрады, сағынып тұрасың, ол жасыратыны жоқ. Осы мына бокста да жаңа айтып отырмын ғой, өзім ұсыныс айтып, қатты жүргізгім келді, өйткені әлем кубогының басы қасында болды ғой, Астанада өткен. Оған дейін жалпы боксшылардың жаттығуларын үзбей қарап жүреміз, кім қай жақта, қай салмақта кімдер келіп кетіп жатыр дегенге айтыр. Өзімізге қызық болғаннан кейін, басы қасында жүргеннен кейін, сол бір жағы эфирді сағынғаннан болған шығар, өзіміз ұсыныс айттық, осы әлем чемпионатын бізде жүргізсек деп. Қарсы болған жоқ сол Казспорт арнасының басшылары, содан болып тұрады ондай жағдайлар міндетті. Жақсы, енді қазір боксқа оралатын боламыз, бірақ тағы бір сұрақ қойып кетейінші, бір заңды сұрақ бар. Теңбіл доп жобасын көбісі сұрайды, жаңағы астта комментарийлерді көріп жатамыз ғой, Инстаграмда, басқа жерде, әлеуметтік желілерде бұрын теңбіл доп болған еді, барлығымыз түнде соны көретінбіз деп. Бұл жоба жалғасын таба ма көрермендерден? Сол теңбіл доп менің енді ең бірінші осы телевидение табалдырығын аттаған кездегі бірінші авторлық жобам еді ғой. Сол кезде арна басшысы Арман Сқабылұлы, енді Қайнар Олжай мырзалар болды. Енді хабар 2 агенттігі болды, басында кейін ел арна болды. Сол кезде бізге қазақша бағдарлама керек, Жандос. Футбол жөнінде, енді орысша ол кезде идем на футбол деген Тимур Камашев дайындайтын. Соған балама ретінде қазақша бағдарлама болу керек деп. Соны бір түн ойланып кеп, сол теңбіл доп деп атын қойса қалай болады деп ұсыныс айтып едім. Ана кісілер қуана қабылдады. Бұл нағыз қазақи атау екен арасында теңбіл доп деген. Тамаша деп содан бастап кірісіп кеттік. Енді теңбіл доп кезінде расында айтсам, Қазақстан біріншіліктерін Алматыда өтетін, әсіресе орталық стадиондағы кездесулердің бірінен қалмайтын еді. Сосын енді әр аймақта болып жатқан және ұлттық біріншіліктің турларын жібермей көретін футболшыларды енді ол кезде жақсы танитын еді. Қазір сол теңбіл доп қалай енді эфирден кетті, одан кейін сол футболға деген біздің де қызығушылығымыз азая бастады ма. Бұрынғыдай енді қазір қазақ футболын керемет білемін деп айта алмаймын, өйткені енді ұлттық біріншілікте кімдер ойнап жатыр,
қандай құрам ойнап жатыр, кімдер легионер деген. Енді ұлттық құраманың ойындарын әрине жібермей көреміз. Қайраттың өткендегі Селтикпен ойындары деген сияқты чемпиондар лигасында үлкен кездесулерді үзбей жібермей көреміз. Дегенмен де бұрынғыдай бір әлгі ұлттық біріншілікке етене араласып, Қазақстанның футболының керемет хабардармын деп айта алмаймын. Ол теңбіл доп кезінде шынымен де апта сайын әрбір ойындар талқылап, ол кезде бізде көрермендердің жаңағы байланыс болатын, яғни бізде хат хабар шолу жасайтынбыз әр турда. Сол кезде оқырмандар өздерінің әр турда кімді үздік деп танисыздар деген біздің сауалдарымызға жауап беріп хат арқылы. Енді ол кезде қазіргідей әлеуметтік желі жоқ, бәрін хабар екі арнасының почтасына сол жіберіп отыратын хаттарын, соларды көріп отырып, енді көрермендердің пікірімен біздің де жаңа бағдарламаның тізгіндеуші біздің де пікіріміз сәйкес келу керек. Сондықтан өзіміз хабардар болу керек болғаннан кейін әр турда тіпті әлгі көре алмай қалған турларда іздеп жүріп, жаңағы сұратып жүріп, болмаса жаңағы өзіміздің әріптестерден алып отырып, сол ойындарын тамашалап қарап отыратынбыз. Әлібек Бөлешов, ол кезде Арсен Тлехов дегендердің бас мерген болып жүрген кездер ғой. Енді сол кезде тек қана енді көбіне футболмен жүрдік. Кейін енді теңбіл доп жабылды. Басқа да жобалар ашылды, Хабар спорт бағдарламасы ашылды. Енді теңбіл допты осында келіп Астанаға келіп қолға аламыз ба деген ой болған. Әлі де ұсыныстар болған жоқ па? Ұсыныстар болған жоқ. Біз өзіміз ұсындық. Бірақ енді сәл кідіре тұруға тура келіп тұр. Қазір енді жаңа маусым деп біздің арнамыздың жалпы бағыты басқа жаққа ауып жатқаннан кейін спортқа әзірше көп мүмкіндік болып жатқан жоқ. Дегенмен енді алдағы уақыттар ойлаймыз, мүмкін теңбіл доп орал мүмкін дейсіз ғой. жарыққа шығып қалатын шығар. Өзімде кейде ой келеді, ана Ермұхамед Мәулен бар, осы Астанаға келген кезде ұсыныс тастаған, бірлесіп ашайық теңбіл допты қайтадан деп келіскен. Содан біраз қозғалып едік, тоқтап қалды әзірше. Енді көреміз уақытында, мүмкін. Жақсы, енді қайтадан қауышып жатса, қайтадан жаңғырып, бізде жанкүйерлер де қуанышты болатын еді. Өйткені көбісі сұрайды, жаңағы әлеуметтік желілерде теңбіл доп деген бұрын жоба болып еді, бұрын барлығымыз үзбей көретін едік деп. Қымбатты көрермендер, мінекей Жандос аға өзі айтқандай, жақын күндері мүмкін теңбіл доп қайтадан жарық көру мүмкін. Жақсы, енді Жандос аға, осы өзіңіз жүргізіп шықтыңыз бокстан әлем чемпионаты кеше ғана аяқталған. Сол жайлы айта кетейік. Жалпы әлем чемпионаты жайлы, боксшыларымыз жайлы айта кетсеңіз, көңіліңізден шықты ма, өзіңіз күткендей болды ма, соны айтайықшы бірінші. Енді өтірік айтпай қойын, мен енді сол жерде жүргізіп отырғанда да, эфир барысында да алғашқы күндер айтып отырдым. Қасымдағы әріптесім Айбек Намазбаев айтты, енді 4 алтын алып жатсақ деп қалды. Сол кезде мен айтқам, Айбек 4 алтын емес, біз 2 алтын алып жатсақ керемет жетістік дегенбіз. Өйткені біріншіден бұл World Boxing ұйымының бірінші әлем чемпионаты, және ол Еуропа жерінде өтіп отыр. Ал бұған дейінгі әлем және олимпиада ойындарында қазақ-өзбек тартысып келсе, мен ойладым, осы жол енді еуропалықтар, латын америкалықтар, басқа да елдер, әлгі Куба, Америкаңызда жүлде бөлісін араласып, алтынды енді осы мемлекеттер бөліседі ғой деген ой болған. Бірақ енді уақыт өте келе біздің жігіттердің мүлде қарқыны бөлек болды. Расында осы әлем чемпионатында мен енді қанша жарысын біраз айттым ғой, олимпиада ойындарында жүргізіп жүрміз деп. Көп жағдайда енді байқасақ, біздікі екінші раундтан кейін үшінші раундта көбіне шаршап қалып жататын. Сосын біз енді айтатынбыз, бізде мәдениетті, тым сабырлы боксшыларымыз деп, мінез жетіспейді деп. Міне осының бәрі осы әлем чемпионатта осы олқылықтардың орны толғандай көрінді. Мінез де бар жігіттерде, жігіттердің де дайындығы өте жоғары деңгейде барған. Жігіттерде жаңа айтамыз ғой, бір өзбектер әртістік қабілеті бар деп, шоу жасайтын. Ондай біздің боксшылардың да бойынан байқалды. Яғни өзбек боксшылармен жай ғана бұрын шеберлікпен жүріп ұтып алуды көздейтін, осы жолы мінезбен өзбектермен тек қана төбелесу керек екенін түсінді. Жалпы мінез керек екенін, жақсы дайындық керек екенін қыз жігіттерді жете түсінсе керек. Осы әлем чемпионатта бастан аяқ жігіттерді көріп отырмыз. Өте үлкен дайындықпен бірге қыз жігіттеріміз. Сондықтан да мен басында 2 алтын деп ойлаймын, 2 алтын емес, міне енді жігіттер 4 алтын алды ғой, жалпы қосқанда 7 алтын алдық. Сондықтан бұл үлкен жетістік. Жақсы, қарсыластарға кейін тоқтала жатармыз. Бұл жерде бізде қазір әлі күнге дейін, бүгінге дейін хейт айтылып келе жатқан боксшыларымыздың бірі Нұрбек Оралбай. Өте көп сынның астында қалып жатыр. Нұрбектің бұл жолғы жеңілісіне ақтап алуға келе ме жалпы? Енді Шыңғыс, жалпы айтып отырмын ғой, жаңағы соны 2004-тен бері бастадым деп боксты. Енді оған дейін де қысқы Азия ойындары, олимпиада ойындарын жүргіздік, бірақ боксқа келетін болсақ, біздің жалпы жанкүйерлерге жаға бермейді боксшылар. Бір қателік жіберді, бір жерден сүрінді ма болды.
қайтып еңсе тіктеу, қайтып бедел жинау, абырой жинау өте қиынға түседі. Өйткені неге біздің енді боксшылар сол егемендік алған жылдар алғашқы олимпиадасында 2000 жылы Сиднейде 4 боксшымыз бірдей финалға бірақ шықты ғой. Содан бастап тек қана боксшылардың жолына үмітпен қараймыз. Әбден жеңісіне ет үйреніп алған біздің жанкүйерлердің күміске де ренжиді екен ғой біздікілер. Тіпті анау Нұрбек былай тұрсын, Әділбек Ниязымбетов олимпиаданың 2 дүркін күміс жүлдегері. Ал олимпиадада жалпы қатысудың өзі кейбір спортшылар үшін үлкен арман. Әрине. Өзің де жақсы білесің, осы олимпиада қарсаңында жолдама алу деген жарыстар бар. Бір емес 3 жарыс болады. Сол 3 жарыста жолы болғандар ғана ілініп жатады. Яғни олимпиаданың өзіне іріктеліп қана тек қана мықтылар болады. Ал сол мықтылардың ішінен оза шауып қатарынан 2 олимпиадада күміс жүлде алған Әділбек Ниязымбетовті сынап жатқан жанкүйерлер енді Нұрбектің мысалы бір ғана сәтсіздігі үшін әрине ауыр қабылдады. Әртүрлі әңгімелер айтады. Сонымен енді репортаж барысында ылғи айтам. Енді бірде бақ шабады, бірде бап шабады деп жатамыз ғой. Ол жігіттер жеңіліп қалды екен деп, енді сүрінді екен деп, сәтсіздікке ұшырады екен деп, жерден алып жерге салу тағы қате. Өйткені енді ол боксшының артында қаншама туған туыс отыр, дос жараны, бауырлары отыр, қарап отыр мысалы. Өзі де енді мысалы әртүрлі жекпе-жектердің алдында бапкерлермен де сөйлесеміз, тіпті олимпиадаға кетіп бара жатқанда бұрын оқу-жаттығу жиындарының қасында болып көретінбіз. Не деген еңбек мысалы қарап отырсаңыз. Анау күндеген аптап ыстық Талғардың етегінде Айба оқу-жаттығу орталығында тер төкті. Бірталай олимпиаданың басы-қасында болдық қой. Сол Ермахан Ибраев, Тұрсынғали Еділов, Мырзағали Айтжановтар жаттықтырып жүрген кезінде әрдайым осы боксшылар енді сол жүлдені сол жақтан күткеннен кейін бірінші кезекте олимпиада қарсаңында солардың дайындық жұмыстарына міндетті түрде бас салатынбыз. Сол кезде көрдік мысалы қаншама шүмектеп тер төгіп жатады, мұрындарынан қан кеткенше дейміз ғой. Анау тауға жүгіреді, күн ыстықта тас лақтырады. Барлығына тәртіп бірдей, жаңағы кешігіп қалу, не болмаса туысқанның туған күні тағы бірдеңе, анасының туған күні деген жерде әңгіме жоқ. Бұл тәртіп бәріне бірдей. Сол жаттығу жиындарына жиналады. 20 күн өте ма, 20 күн сол жерде болады. Мейлі ол кезде қандай шаралар болып жатса да, енді ешкім ешқайда бармайды. Қазір үлкен еңбек. Ал сол еңбекті алдықта енді спорттың өзі жеңіс пен жеңілістен тұрады дейміз. Ол барлық елдің боксшылары, барлық елдің құрамалары, барлық елдің жаңағы былғары қолғап шеберлері жеңіске жеткісі келеді. Бірақ бірде жаңағы айтамыз ғой. Мысалы осы жолы ағайынды Сабырхандар қалай керемет өнер көрсетті. Бабы да келіп тұр, бағы да жанды. Ал кейде бағы жанып тұрған спортшылардың төрешілер аяқтан шалатын кездерінде жиі көрдік мысалы. Ертуған Зейнуллинов мысалы біз үшін ұтылған жоқ. Енді оны алдағы уақытта да айтатын шығармыз. Сол секілді Нұрбектің бір ғана сәтсіздігі үшін жерден алып жерге салудың да қажеті жоқ менің ойымша. Ол мысалы 4 жыл бұрын емес, өткен жылы Париж олимпиадасында барлық спортшыларымыз жарыс жолынан шығып қалғанда жалғыз өзі финалға шыққан сол Нұрбек болатын мысалы. Ол еңбегін қалай енді ұмытып кетеміз бір жылдың ішінде. Сол кезде Хижнякпен қалай айқасты мысалы финалдық кездесу. Анау да мықты боксшы, оның алдындағы олимпиадада чемпион болатын жігіт еді ғой. Бірақ енді сәтсіздікке ұшырап финалда бір босаңсып бразилиялық боксшы есе жіберіп қойды. Былтыр чемпион болды. Ол да осал емес. Сол қарсыласынан қаймыққан жоқ. Атақ дәрежесінен оның ашық айқасқа да барды, төбелесті, жанын салды, мұрны да қанады, басқа жерде қанады мысалы. Аянып қалған жоқ. Енді сөйтіп тұрамыз да, бір жылдан кейін әлем чемпионатында жарыстан шығып қалды. Енді жерден алып жерге салып жатырмыз. Ол менің ойымша дұрыс емес. Жарайды, бұл жолы жеңілді. Енді әр боксшы өзін түсінеді ғой, артынан еріп келе жатқан өз салмағында мықты боксшылар болса, олар тайталаспайды. Мен түсінуімше, боксшылар өздерінің шама деңгейін біледі. Егер шамасы жетіп тұрма, ол ұлттық құрамада қалып, сол өзінің орнын сақтап қалу үшін айқасады, барын салады. Ал егер шамасы жетпейтін білсе, былғары қолғабын шеге келеді де, ақырын бокстан кетіп жатады. Сондықтан енді Нұрбек алдағы уақытта өзі шешеді, бокста қала ма, кете ма, барлығы өзіне байланысты. Бірақ енді мықты боксшы екен рас, кезінде абыроймен қорғады. Енді осы жолы сәтсіздікке ұшырады. Мүмкін бір қайнау кен болған шығар, мүмкін басқа да жағдай болған шығар. Оны енді қасында жүрмегеннен кейін біле бермейміз. Сондықтан енді алдағы уақытта немен енді қалай шешім қабылдаса да тек қана сәттілік дейміз. Енді шынымен де біздің қазір жанкүйерлер шынымен кешірмейді, сіз айтқандай жаңағы. Екінші орын қола дегенге мүлдем жүлде деп қарамайды ғой бізде негізі. Шыңғыс байқап қарасаң, бізде боксты білетіндер өте көп, бокстың мамандары өте көп, бәрі сарапшы, бәрі біледі. Қарасаңыз, солар біз баскетболымыз
қаншама жылдан бері қыруар ақша бөлініп отыр ғой. Мысалы қарап отырсақ, баскетболды ешкім ондай талқыламайды, Хоккейде волейболыңызды, хоккейіңізді, енді футболды жарайды айтып жатады. Басқа да спорт түрлері мысалы көп, күресте болып жатыр. Енді күресте де біраз айтатындар бар, бірақ тура бокс сияқты жаңағындай халық болып талқылайды. халық болып талқылайтын спорт түрі жоқ десек те болады. Неге? Өйткені бағанағыны айттық, сол әбден ет үйреніп алған біздің қазақтың. Және біздің енді жасыратын жоқ, оң жан басымызға келетін спорт түрі ғой бокс. Жігіттер, қазақтың жігіттері қайсар мінезді ғой. Қарсыластан қорқу, қаймығу дегенді білмейді. Сол мысалы Мұхтарханның өзі кезінде Рубалкабамен шықпай ақ қой деген ұсыныстар болған. Болды енді. Сен ақыр жартылай финалға шықтың. Қоржының бос қайтпайды, қола медаль алып қайтасың, енді ана өлтіріп қояды деген сияқты әңгімелер айтқан ғой. Сонда Мұхтархан сол кезде ашуланған ғой, тұра қалып. Қалай мен сонда енді сонау жақтан келіп тұрып, енді Австралияда өтіп жатыр. Алыстағы аралда. Енді сол жақтан келіп тұрып, мен енді финалға қалай шықпаймын? Көкпарда жүрген, аттың астында талай қалып жүрген Мұхтарханға Рубалкаба сөз болып, қалай мысалы сабады Рубалкабаны. Сол сияқты қазақтың кез келген жігіті қайсар батыр мінезді келеді. Сол батырларымызды қандай жағдай болмасын, менің ойымша қолдауымыз керек, қолпаштауымыз керек. Жаңағы сөзіңіз аузыңызда енді Төрехан Сабырханды жазып жатыр екен қазір. Бір сол британдық атақты BBC арнасы бар ғой. Соның тілшілері қазір жарыса жан-жақта мына бала деген енді масқара деп баға беріп жатыр екен да. Көзінде от бар, қорықпайды. Мынау біраз кейін біраз жерді шулатайын деп тұр деп Төреханға сондай баға беріп жатыр екен. Сондықтан енді бірақ біз жақта сәл енді жаңағы өзіңіз айтқандай бір-екі қателік бізде кешірмейді ғой. Жаңағы бұл бірінші рет өткізіліп жатыр. Әлемдік бокс, енді World Boxing Федерация дейді, ұйымы. Бір айбаға қарағанда жаңағы біліне ме бір айырмашылықтар? Төрешілік жағын айтайықшы, әсіресе жаңағы төрешілік. Негізгі бірінші көзге ұратын сол төрешілік қой. Мысалы біз Олимпиада ойындарында, тіпті мен Олимпиада репортажы кезінде айтқам, егер қазір осы жеңісті біздің жігіттерге бермейтін болса, білмеймін, енді есімде қалмай қалды. Қазір енді есте сақтауға қабілетім ковидтен кейін өте нашарлап кетті. Қай жекпе-жекте екенін білмеймін. Беріп тұрған, жеңісті алып тұрған жігіттердің барлығын аяқтан шалды ғой, біразын. Сол кезде бір енді ашуланып айтып кеткенім бар, енді егер қазір қазылар ұпай бермейтін болса, бұдан кейін бокс жүргізбеймін деп. Бірақ берді, сол жекпе-жекте әйтеуір біздің жігіт жеңіске жетті. Қай салмақ екені, қай жігіт екені де есімде жоқ. Сол секілді бұл жерден былай белден басып, көзді бақырайтып қойып бұра тартушылық болған жоқ. Соны бірінші жарыстың бірінші күнінен байқадық, мақтап отырдық, бірақ айттық, аяғына дейін шыдайық. Жалпы төрешілердің жаңағы шаршылан иелеріне бүйрек бұруы, өзге де жағдайлар финалдық кезеңге тақағанда болады деп. Расында финалдық кезеңге тақағанда болды. Бірде-екі түсініксіз шешімдер, мысалы жаңағы айтып отырмыз ғой, Ертуған ұтылған жоқ деп Зейноллиев. Расында Ертуған тіпті екінші раундтағы қазылардың берген ұпай маған мүлде түсініксіз болды. 5-0-мен қарсыласына беріп жатыр. Жарайды, бірінші, үшінші раундты мен енді айтпай қойын. Сол екінші раунд Ертуған енді боксты айтып отырмыз, қанша жылдан бері жүргізіп келе жатырмыз, қанша жыл боксшылардың қасында жүрміз, бапкерлердің қасында жүрміз. Өзімізде мысалы енді қолғап киіп шығып көрдік қой, шаршыланға білеміз ғой. Ана жерде Ертуған ұтылған жоқ. Сол кезде 5-0-мен қарсыласына берген кезде ойладым, енді басталды ғой. Аяқтан шалу сол ұйымның аты өзгергенмен зат өзгермепті ғой, төрешілер өзгермепті ғой деп бастағам. Жоқ, одан кейін қаншама жекпе-жектер болды. Мысалы енді жаңағы шаршылаң есімен болған кездесулерде, жаңағы Аиданың өзбек қызымен шыққан кездесуінде, тағы да басқа кездесулерде, Айбектің әсіресе финалдағы кездесуінде бірінші, екінші раунд қарсыласына есе жіберсе де чемпиондық раундта мысалы алып шықты. Қарсыласының ешқандай жұдырықтасуға ниеті болған жоқ, өзбек боксшының. Қалжырап, шаршап бітті. Қашан бітеді уақыт деп сонымен ғана жүрді ғой, тіпті қапасын тастап жүріп уақыт созудың амалына көшті. Сонда енді соны көріп отыр, егер жеңісті өзбекке беріп жіберсе де болатын еді, бұрынғы жарыстар болса беріп жіберетін еді. Бірақ мына жерде көріп отыр, нағыз мықты Айбек екенін. Өйткені арыстан шайқасты ғой, соңғы секундтарға дейін үлкен жауапкершілікті сезіне білді. Ана өзбекті қуып жүріп отырмаса, Жахангир қатты шаршап қалды негізі сол жекпе-жек. Жанып кетті менің ойымша бір жағынан. Өйткені мысалы жартылай финалда біздің Қытайдағы қандасымызбен шықты, Данабекпен. Данабектің даласын шығарды былайша айтқанда. Әбден таяқ жеді Қытайдағы қандасымыз. Сол кезде ойлап біз енді қауіптендік, айбай мынаның қарқыны сұмдық екен, қалай болар екен финал деп. Финалға шыққанда әлгі қарқыны, әлгі мүлде жоғалып кетті Айбектің мысы басты. Жалпы енді қазақ боксшыларынан жасыратын жоқ, бәрі қаймағда, бұл енді асыра сілтегендік емес, ол расымен солай. Кубаңыздың өзі де қазақты құрметтейді, қазақ боксын сыйлайды, төрден орын береді, бапкерлерін де біледі.
Мырзағали Айтжановты көрсе, сол жаңағы лакрустарыңыз анадайдан келіп сәлем береді, оған өзіміз талай мәрте куә болғанбыз. Сондықтан финалда бірінші Айбекпен шыққан кезде сол Жахангирдің Айбектің мысы басып кетті бір. Екіншіден бірінші екінші раунд алғаннан кейін шаршап та қалды. Ештеңесі қалған жоқ ар жағында. Ал Айбек керісінше намысқа тырысты, және бұл жерде тағы айта кететіні мынау Ливерпуль аренасына келген жанкүйерлердің қолдауы. Біздің боксшыларға ерекше күш қуат берді. Ол жанкүйерлердің қолдауы бұндай ауадай қажет. Сондай шешуші сәттерде, сондай жекпе-жектерде жанкүйерлер қиқуға басып отырса, қалай Айбек деген содан күш алды мысалы. Әсіресе сол Айбек осы Астанадағы әлем кубогынан келген жарыста да сынады ғой. Салмақ ауыстырғалы босап қапты, жылдамдығы жоғалып кетіпті. Олдың ауыр салмақ емес, ауыр салмаққа басқа боксшыны жіберу керек деген әртүрлі әңгімелер айтылды мысалы. Ал бұл жерде енді Айбек жаңағы көрсетті, шықты да. Енді жаңа бірден айтып бірге кетеміз. Негізі сұрақ не жөнінде болды ғой? Төрешілер тарапына. Сондықтан төрешілер енді алдыңғы жарыстармен, алдыңғы әлем чемпионаты, алдыңғы тіпті Париж олимпиадасымен салыстырғанда көш ілгері. Көптеген төреші біздің боксшыларға ғана емес, жалпы айтамын, басқа боксшыларға қатысты. Мысалы, шаршылаң иесімен жаңағы басқа елдің боксшылары шығып жатыр. Мен ойладым, қазір енді шаршылаң иесіне бәрібір бұра тартады ғой. Терезесі тең өтті, бірақ енді сәл басымдылығы болды. Осы сәл басымдылығын ескермейді ау десек, жоқ, оның бәрін ескеріп, әсіресе ағылшындар мысалы аяқтан шалған жоқ. Нағыз мықтылар, шымықтылар жеңіске жетті деп ойлаймын. Сол Карина Ибрагимовны айтамыз, сосын бір сәл кедергі болды төрешілер деп. Назым Ғызайбайды айтып жатыр. Назым Ғызайбайды, яғни түрік төрешісі мысалы үш раундта да қарсыласына беріп, Назымның қарсыласына беріп отырып алды. Енді Назымның қарсыласы үндістандық боксшы, Минакши деген өте тәжірибелі боксшы. Сол тәжірибелі боксшымен Назым қалай жылдым ғой, мысалы өте жылдам, қалай айқасып жатыр, қалай соның бір еңбегін ескеріп, енді біз өз бауырлас елдің боксшылары деп жатырмыз. Жаңағы Бусеназдар мен біздің қыздар былайша айтқанда құрбы дос, өмірде былай жақсы араласады. Сол бауырлас басқа енді жарайды, еуропалықтар, африкалықтар беріп отырса түсінесің енді. Кейде гватемалалықтар беріп отырды ғой, сол кезде айтты, бұлар боксты қайдан түсінсін деп отырдық қой. Ал енді түрік боксшысы Назымға бірде-бір раундта ұпай бермегенін біз түсіне алмадық. Енді төрешілерде пенде болғаннан кейін қателесетін шығар. Оларды да қатты жазғыра беруге болмайды. Бірақ енді Айбамен салыстырғанда көш ілгері. Енді жақында тағы да Айбаның әлем чемпионаты болады, тағы да басқа да жаңағы шоулары бар өтетін. Оның барлығына енді оған біз қатысып жатсақ, мына жақ қылтиып қалмай ма қазір әлемдік бокс ұйымы? Енді қазір мысалы қарап отырсақ, осы Ништ қаласында өтті, Сербияның көктемде ғана наурыз айында қыздар арасындағы әлем чемпионаты. Енді міне бір жылда екі бірде әлем чемпионаты өтіп отыр. Соны кейбір енді жанкүйерлер біле бермейді. Мысалы қалай сонда бір жылда ол екі ұйымдастырып отырған шара. Бірақ мен ойлаймын, World Boxing ешқандай талап қойып не болмаса кедергі болып отырған жоқ. Мысалы, сендер анаяққа қатыспаңдар, сендер бізге ғана қатысыңдар, сендер бізге мүшесіңдер деген сияқты. Жоқ, айтпаса да ертең қылтиып бір төрешілік жағынан бір қастандық жасамай ма деген. Осы әлем чемпионатының қарсаңында сондай қауіп болған негізі. Біз енді ана жаққа да қатысып жүрміз. Көктемде, наурыз айында жаңағы ИБАға да бардық. Енді World Boxing бұны қалай қабылдайды екен деген ой болған. Енді қарап отырсақ, ол жерде біз ғана емес, басқа жаңағы өзбектер болсын, Азияның басқа елдері де, Қытай, Жапонияңыз, олар да қатысып жатыр, екі жаққа бірдей. Енді уақыты келгенде біреуі шығады ғой, бір шетке қарай бәрі өздері реттеліп. Негізі бұның өзі дұрыс па, қалай ойлайсың? Негізі бір жағына қарай қысқан. Енді бір жылда екі әлем чемпионаты деген болмайды ғой жалпы. Әлем чемпионаты жылына бір рет өтсін жетеді. Жылда екі рет әлем чемпионаты, ол спортшылар үшін де өте ауыр. Енді қазір жарайды, келесі әлем чемпионаты ИБА ұйымдастырады дедік. Енді мына боксшыларды қайтып апарасың мысалы. Осы жарысқа қатысу үшін, осы әлем біріншілігіне бару үшін бұл қыз-жігіттер қаншама уақыт бойы үй көрген жоқ мысалы. Айлап өтті, жаңағы арасында жиналады, одан кейін екінші басқа қалада өтті. Тіпті Англияға ертерек барып, сол жақта оқу жаттығуын енді келді мысалы. Қазір енді құттықтаулар болады, тағы туған туысқандармен кездеседі, туған туысқандарын аралайды деген сияқты. Енді бұларды қайтадан жинап алып, тағы ол жарысқа да обал ғой былай қарап отырсаң. Енді басқа спортшыларды жібереді. Одан кейін сәйкесінше әлем чемпионатында деңгейі төмендей береді. Қазір өзбектерде бұл құрамды апармайды. Сол секілді жаңағы жеңімпаздардың бәрі барады деп айта алмаймын. Енді ақша үшін кейбіреу, мысалы кейбір әлгі жолы болмаған спортшылар бар ғой, бірінші айналымнан аттан алып қалғандар. Мүмкін солар болатын шығар, бірақ чемпиондардың көбі бармайтыны анық.
сәйкесінше енді турнирдің де әлем чемпионатында деңгейі төмендей береді. Енді ол ақшамен қанша уақыт ұстап тұрады дейсіз, ары кетсе тағы 1-2 жыл. Одан кейін сол бір ұйым қалады ғой. Көбісі жанкүйерлер түсінбей жататын сол ғой, неге бара береді деген сияқты. Себебі бұл жерде айыбада 3 есе, 3-4 есе бұл жерде жүлде қоры ғой енді. Ұстап отырғаны жасыратын жоқ, сол қаржымен ұстап отыр ғой. Қомақты қаржы сыйақы ұсынады. Одан енді спортшылар бас тарта алмады. Өйткені енді спортшыларда жыл 12 ай бойы тер төгеді. Осы әлем біріншілігінде осындай мүмкіндік туып тұр. Өзінің шама деңгейін біледі біздің қыз жігіттер. Міндетті түрде үштікке ілінетіндеріне сенімді. Неге? Өйткені енді қарсыластармен талай жұдырықтасып жүрген біздің қыздар өте тәжірибелі жігіттер мысалы. Сондықтан андай мүмкіндік туып тұрғаннан кейін неге тәуекелге бармайды? Әрине тәуекелге барады. Өйткені бокс ертең былғары қолғабын шеге келгеннен кейін бұларда бір нәрсемен шұғылдану керек, бір нәрсемен айналысу керек. Ол бірден кіріп кете алмайды. Сондықтан спортшылық ғұмыр аяқталғаннан кейін өмір бар ғой. Оны да ойлайды. Сондықтан тәуекелге барады. Енді осы әлем чемпионатынан кейін тағы бір көп мен оқыған пікірлердің бірі кеше түртіп алдым. Шынбергенов пен Қоңқабаевты ұлттық құрамаға қайтадан алдыру керек сияқты деген пікірді мен бір 15-20 жерден оқып қалдым да. Жаңағы пікірлердің астынан. Бұл пікірлерге қалай қарайсыз? Қоңқабаев негізі Айбек Намазбаевқа берген сұхбатында айтқан екен, мен демалыс алған жоқпын, бірақ Қайрат ағаға мен кішкене демала тұрайын дедім, соны дұрыс түсінбей қалыпты деп солай айтып жатыр екен. Негізі қайтадан оралғым келеді дейді. Бұл жігіттерге қалай ойлайсыз, қазір ұлттық құрамаға келген тиімді ме, әлде жастарға орын беру керек пе? Енді қазір айналып келгенде боксшылар бәрін өздері салмақтап, саралап, қабырғасымен кеңесіп шешу керек қой. Өйткені енді көрді жігіттердің деңгейін. Енді ұлттық құрамада енді Қамшыбек мысалы көріп жүрген, Айбектің салмағында бәсекелестік жоқ енді. Айбекке бәсекелесілетін Қамшыбек қана. Содан кейін айтып жүрген шығар мысалы. Айбек егер тағы бір жастар тауға апарып жатса, ұрғанын құлатып жатса, Қамшыбекті ойланады ғой. Қой жастар өсіп келе жатыр екен, мықты жастар шығып. Ертең енді анау Семейде ел біріншілігі бар. Сонда көреміз. Егер қайтып оралғысы келсе, менің ойымша қазір бас бапкер Қайрат Сәтжанов ешқайсысына жоқ қатыспаңдар деп айтпайды. Егер қайтып оралғысы келсе, Асланбек те, Қамшыбек те сол Қазақстан біріншілігіне қатысу керек. Біріншісі енді өз жерде жарайды ұтып шығады. Егер бәсекелестік болмаса, мықты бір жаңағы аяқ астынан біреу жарқ ете қалмаса, тағы да сол салмақта Асланбек өз салмағында, Қамшыбек өз салмағында оза шығуы мүмкін. Одан кейін енді ары қарай тағы да бапкерлер шешеді ғой сосын. Енді Айбекке бәсекелестіктің болған тегі жақсы. Қамшыбекпен жұдырықтасып жүріп. Жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, Айбектің жаңағы салмағына тиісіп жатқандар бар деп. Көбісі солай да айтып жатыр. Мүмкін Айбекке сол салмағын түсіріп басқа салмаққа жұдырықтасу керек шығар деген секілді. Мынау тым ауыр деп өткенде баға берді ғой, көбісі әріптестері де солай айтып жатыр. Расында анау ең ауыр салмақтағы боксшылар шаршалаңға шығып келе жатқан кезде көріп отырып ойланасың, не деген бой, не деген салмақ, ауыр салмақ, мынаумен Айбек қалай жұдырықтасады деп. Бірақ бағана ғана айттық қой біздер, мысалы Мұхтархан Ділдәбеков пен Рубалкаваны салыстыруға келмейді. Екеуі мысалы бой енді жарты метрге жоғары десек қателеспейтін шығармын. Қаймықпайды, бұл жерде бой шешпейді ғой. Адамның бойы шешпейді, бұл жерде ой, өзіңнің дайындығың, өзіңнің шеберлігің, өзіңнің төзімділігіңмен осы талабың ғой, талантың айналып келгенде шешетін. Сондықтан Айбек те осы салмаққа ауыса салған жоқ қой жайдан жай. Ол да ақыл таразысына салды, кеңесті жан жағымен, өзінің бапкері бар, жеке бапкері бар, өзінің бауыры бар, тіпті керек болса, әкесі бар, бауырлары бар деген сияқты. Қабырғасымен кеңесе келе осы салмаққа ауысты, яғни оған осы салмақ қолайлы болып тұр. Салмақ қуғанша осы салмақта жаттығып, міне жаман емес, қалай жұдырықтасып шықты. Мысалы ертең енді Айбек, мысалы қазір Өзбектің Жахангирдің осал тұсын тапты ғой, жеңді. Жеңіске қалай жету керектігін өзі де жақсы түсінді. Ауыр салмақтың мықтыларынан былай қарасаң сылып келе жатыр. Ертең жаңағы Бахадүр Жалоловтың да осал тұсын тауып кететін шығар. Кім біледі, енді ол Бахадүрдің да бір керемет бір келісті жекпе-жек көрсетіп жатқанын мен өз басым көрген емеспін. Сол бойымен, ұзын қолмен өте сақ жүріп жұдырықтасады ғой. Тәуекелге бармайды, ешқашан ашық айқасқа бармайды. Керісінше кішкентай болса да Қамшыбек алға ұмтылып, Қамшыбек соны қуалап жүріп соғуға тырысады. Ал анандай бой біздің жігіттерде, анандай шоқпардай қолы болса, баяғыда қарсыластарын құлатып жататын еді. Енді шығатын шығар бұйырса алдағы уақыттарда қазақтың мықты ірі денелі жігіттері. Дегенмен енді бұл жерде Айбекте де осал деп айта алмаймыз. Айбек те өзі шешеді, өзі шешім қабылдайды қысқасы.
бапкермен ақылдаса отырып, ұлттық құрама бапкерлермен ақылдаса отырып, өзі осы салмақта жақсы сезінсе өзін, ауыр салмақта, жүре берген неге қала берген дұрыс? Оны барлығы өзіне байланысты ғой. Жаңағы енді Айбек шынымен де көрсетіп берген секілді, әйтпесе былтырғы жылғы енді бізде өткен Азия чемпионаты бар ғой, сонда ана Жахангир деген енді масқара уақытынан бүкіл жекпе-жекті уақытынан бұрын жеңді ғой. Жаңа соған қарап бізде осы жылғы финалды өзімді ойлап едім, осы Айбекті біраз сабайды деп, бірақ көрдік енді Айбек басқаша көрсетіп берді. Осы Жахангир деп жатырмыз ғой енді. Қарсыластарымыз қазір басты қарсылас, оны жанкүйерлер де салыстырады, біздің әріптестеріміз де салыстырады. Шығарылым шықса өзбек қазақ деген сөз болса болды, ол кетеді, ол дауылға ұласады, әлеуметтік желіде де сол бір-бірін жұлып жатады. Бұл жолда енді менің бір жаңағы бір қатты ашуым келген осы чемпионат барысында. Енді жаңағы ресми парақшасы бар ғой, бокс жаңағы ұйымының Өзбекстан, солар Нұрбек жеңіліп қалған кезде қайта-қайта бір емес 3-4 пост салды. Жаңағы Нұрбекті үйіне қайтардық, бұлай істедік, бұлай жасадық, қазір қайда, біз Нұрбек жоқ екен ғой деген секілді біраз. Бұл қалай ойлайсыз? Енді өзіңіз қаншама жыл осы спорт саласында жүрсіз, кәсіби мамансыз, бұл қаншалықты ресми парақшаға толқын қылышыпты жаңағы репост жасап бөліскен екен, қаншалықты дұрыс өзбек ағайындардың? Жалпы енді көршілеріміз осы Астанаға өткен әлем кубогы жолындағы жарысқа келмей қалуының өзі дұрыс емес қой. Біріншіден көрші елде үлкен той болып жатыр, бокс тойы, аламан әлем кубогы. Іргелес отырғаннан кейін, ауылымыз аралас, қойымыз қоралас отырғаннан кейін сол жарысқа келіп, жарайды, бірінші нөмірлерінді алып келгін келмесе, сынады десең, екінші нөмірлі спортшыларыңды алып кел. Көп қой Өзбекстанда да боксшылар. Сосын өзбек Қазақстанды мен салыстырып жатады ғой, жалпы біздің жанкүйерлерді өзбектер озып кетті, біз қалып қойдық деп. Мен олай айтпас едім. Жаңа айттық, біз егемендікті енді алған жылдары сол 96 Атланта, одан кейін Сидней олимпиадасы ғой, қазақ жігіттері шың басына шыққан кез 4-1. Сол кезде біздің боксқа өзбектер қызыға да қызғана қарайтын. Содан бізбен көптеген жарыстарға қатысып жүрді, ысылды, тәжірибе жинақтады. Енді қазір олардың жарайды тас өрге домалап тұр. Бірақ тас өрге домалағанда мен мысалы Сабыржанның, Санжардың боксын көріп отырып сүйсінгендей, не болмаса Махмұттың ана жекпе-жектерін көріп отырып айызымғанды мысалы. Төреханның қандай 19 жастағы бала ересектермен қалай жұдырықтасып жүр. Көрсең көзің тояды, риза болып отырасың, кеудең бір мақтаныш сезімі кернейді. Ал бір өзбектердің ішінде болды енді жаңағы Халоков дегендері мысалы. Халоковтың да бір керемет шебер боксшы деп айта алмайсың, бірақ рас мықты, шаршылаңда шырайын алып жүреді да, жаңағы бір қолымен ақ қарсыласын ұтып жүрді. Бірақ ондай бокс біздікі жоқ, біздікілер жігітше төбелеседі, жігітше айқасады ғой. Талант та бар, шеберлік те бар, мінез де бар, қайсар, бәрін қосқан қазір біздің жігіттер. Тек бір сәттілік жетіспей жүрген. Сол енді осы жолы 4 алтын алдық. Бұл 4 алтын бұйырса, мысалы жаңа ертуғаннан бөлек тағы бір сол Халоковқа есе жіберген бізде боксшымыз бар еді ғой, 60 келі салмақтағы Бейбарыс 80. Бейбарыс 80 өте керемет жұдырықтасып шықты мысалы. Жаңағы олимпиада чемпионынан керісінше ортаға шақырды, кел жігітше төбелесейік, айқасайық дейді. Жоқ, олардың енді ұстанған тактикасы сол болды. Сондықтан өзбек боксының біріншіден лас жұдырықтасатыны жасырын емес. Лас жұдырықтасқаннан кейін бұл мәдениет жетіспейді ғой. Ал мәдениет жетісе, сонда жаңағы сен айтып жатқан посттарды өздеріне салмас еді. Көршілерге біріншіден құрметпен қарау керек еді. Қазақ боксының деңгейі кезінде қандай еді, қазір де төмен емес, Құдайға шүкір. Ал олар қыздар, мысалы қыздар арасында әлі әлем чемпионы жоқ. Бізде Құдайға шүкір 3 дүркін чемпиондар бар, 2 дүркін чемпиондар бар. Сондықтан қазақ пен өзбекті қазір салыстыруға тіптен келмейді. Иә, жігіттер арасында қазір мықты тұр, бірақ шаршамайды деп жатамыз ғой. Сол шаршамайды деп анау Лазизбек Моллажанов дегенде олимпиада ойындарында жер көкке сыйғызбай өздері де бізде мақтағанбыз, қазақтың жанкүйерлерін айтамын. Сол не болды? Тыйым салынған дәрі-дәрмек, допинг қолданды деп қазір шеттетілді мысалы. Енді басқа боксшылардың енді біз ондай мысық тілеулес емеспіз, енді сондай қабылдады бірдеңе деп. Бірақ енді айтып отырмыз, біз өз деңгейімізді білуіміз керек. Біз өзбектермен барлық жағынан жоғарымыз. Енді шеберлік жағынан, мәдениеттілік жағынан, сабырлық жағынан бізде бәрі бар жігіттердің бойында. Қарсыласқа құрметпен қарайды. Әрбір жекпе-жектерді мысалы қарап отырсаңыз, боксшылар осы әлем чемпионатында сирек шағымданады төрешілерге. Сол жұдырықтасып жүрген кезде 80 келі салмақтағы жаңағы
Холоковтың өзі жапон жігіті мысалы жұдырықпен ұрып қабағын жарған, ол басты иіскен жоқ ол жерде. Ол жерде соққыдан болған қабақ жарылды. Бірақ сол жерде жеңісті өзбекстандық боксшыға берді ғой. Ал Астанада әлем кубогы жолында керісінше болған. Ол кезде Абылайхан Жүсіпов айқын басымдықпен ұтып тұрды 5-0 есебімен. Бірақ қабақ жарылып кетті. Ол жерде жаңағы қарсыласының қолын көтерді. Яғни соққыдан болған деді. Егер шынтақ тиіп жаңағы бас тиетін болса, жеңісті Абылайханға беретін едік деді. Ал бұл жерде керісінше соққыдан болды, бірақ бәрібір. Енді сондай бір кейде ойлайсың, енді бір өзбектер жаңағында сауданы мықты жасайтын халық қой. Сол төрешілермен де саудаласуды әбден жақсы меңгеріп алған ба деген ой келеді. Ол Олимпиада ойындарында да көріп жүрміз ғой. Бәрі кереметтей жеңіске жетпесе де тең түскен жекпе-жектердің бәрі өзбектерде кетіп жатты ғой, былай қарап отырсақ. Сондықтан салыстырудың қажеті жоқ. Біздің өз биігіміз бар. Қазақ боксшыларының өзіндік қолтаңбасы бар. Қазақ боксымен барлық күллі әлем санасады. Сондықтан жаңағындай біз енді кейде жанкүйерлер қызбалықпен әртүрлі нәрсе жазып жататын шығар. Бірақ біздің бас бапкер не болмаса біздің федерацияның басшысы бір солардың парақшасына осындай бір лас сөз жазып, боксшыларға қатысты бірдеңе жазды деп мен ойламаймын. Олай жазбайды да, олай істемейді. Өйткені біздің мәдениетіміз оған жібермейді. Боксшыларымыз да сол секілді. Шаршылаңда жүрген кезде өзбек боксшылармен айқасып жатқандарын біледі, бірақ жаңағындай қараулыққа, лас жұдырықтасуға ешқашан бармайды. Қарап отырсаңыз, тек қана жігітше жеңіп шығуға тырысады. Тура соққылармен, дәл соққылармен қуып жүріп сабайды. Ал көрдіңіздер өткенде Айбекпен жұдырықтасып жатқан кезде басынан мініп алады, мойны асылып, өте лас жұдырықтаса, ондай тек бір ғана салмақта емес, барлық салмақта. Сондықтан дәл қазір салыстырудың еш пайдасы жоқ. Біздің қазақтың да, қыздардың да, жігіттердің де боксы бәрібір Азияда өте биік деңгейде. Тек қана Азия емес, әлемдік деңгейде. Жақсы, енді соңғы сұрақтардың бірі болсын. Енді бір халық қазір ең жаңағы бір өзбек боксымен жаңағы айтып жатырмыз, сонда бір есеміз кетіп тұрған соңғы жылдар бұл Олимпиада ғой енді. Сол Олимпиададан келесі Америкада өтетін Олимпиададан үміт қандай біздің боксшыларымыз осы жолғы осы олқылықтың орнын толтыра ала ма Париж Олимпиадасының? Енді Олимпиадаға дейін дәл 3 жылдай уақыт бар. Дәл осы чемпион болып келген жігіттер не болмаса дәл осы құрам барады деген де сөз емес. Оған дейін әлі қаншама жарыстар бар, Азия ойындары бар, әлем біріншіліктері бар, ішкі біріншіліктері бар. Сондықтан құрам біраз енді негізгі мысалы Санжар осы қарқындарын жоғалтып болмаса, осы бағыттан таймаса, Махмұд, Төрехандар бару әбден мүмкін. Ал енді басқа салмақтарда әлі де іріктеу болады, әлі де көптеген жарыстар болады. Енді осы биіктен көрінеміз ба, көрінбейміз ба уақытында білеміз, бірақ енді Олимпиада ойындарында дәл осы ерлер арасында қазір қазақ-өзбек бөліп алдық қой алтынды. Олимпиада ойындарында олай болады деп ойламаймын. Неге? Өйткені енді өткенде де әлеуметтік желідерінде айтып жатыр ғой, қазір дамымаған елдер ғана бокспен айналысады екен деген пікірлер өзіміздің жаңағы қанат бауырымыз айтып жатыр. Енді сол пікірдің барысында айтып қалады. Мен енді бокстан көп хабарым жоқ, бірақ солай ойлаймын деп. Дұрыс айтады, енді бокстан көп хабары жоқ екен көрініп тұр. Өйткені бір кездері жаңағы Германияңызда, Италияңызда мысалы Клементе Руссо, Роберто Камарелле деген Италияның атаңызға айналған боксшылар болды, Олимпиада ойындарында жүлде бермей ауыр салмақта ат ойлаған. Сол секілді немістердің жаңағы Олимпиада ойындарында бірнеше әлем чемпионаттарында жүлделеген Ульрих деген боксшылар. Осы жарыста неге оларға жүлде бұйырған жоқ? Басты себебі осы жерде айтып өтейік. Мысалы соңғы әлем біріншіліктеріне, соңғы үлкен халықаралық жарыстарға, ИБА-ның туасында өткен жарыстарға көптеген Еуропаның елдері қатысқан жоқ, бойкот жариялады. Тіпті ақшыңызда келген жоқ. Енді тәжірибе болмағаннан кейін, жарыс тәжірибесі болмағаннан кейін, жаңағындай осы әлем чемпионатында көрді, жекпе-жек барысында шешуші сәттерде бір жетіспей қалып жатты да. Әйтпесе Ирландияңыз, әйтпесе жаңағы поляктарыңыз үлкен дайындықпен келген көрініп тұр, Италияңыз да. Тек тәжірибе жетіспейді. Тәжірибе жетіспеді. Көптеген жаңағыда айтып отырмын ғой, әлем чемпионаттарын жіберіп алды. Сондықтан енді футболшының өзі бір апта ойнамай қалса, қалпына келіп болғанша алаңға шығармайды ғой, бірден негізгі құрамға алдымен жарты сағатқа жібереді. Сол сияқты енді World Boxing'тің туасындағы жарыстардың барлығына Олимпиадаға дейін жаңағы елдер өздерінің боксшыларын алып барады. Еуропалықтар да, америкалықтар да. Енді Лос-Анджелесте өтіп жатқаннан кейін Америкада міндетті түрде алтын алуға тырысады. Сондықтан америкаңыз да енді боксқа көңіл бөледі. Өте тартысты болады. Енді Лос-Анджелес Олимпиадасына тағы да айтамыз, әлі уақыт жеткілікті. Дегенмен де 2-3 боксшымыз шың басына шығып жатса, керемет жетістік болар еді. Енді осы жаңағы әлем чемпиондарының
оңай емес қой, былай ауызбен айтқанға оңай, біз жеңдік, 7 алтын алдық деп, оның артында қаншама күндік еңбек жатыр, ұйқысыз түндер, күлкісіз күндер жатыр дедік. Биік шыңға шықты үлкен қиындықпен жігіттер, қыздар. Енді сол биікте тұруы, аласармауы өздеріне байланысты. Босаңсымауы, яғни кейде бар ғой, енді қызық қуып кететіндер бар, әртүрлі. Ең бастысы тіл көзден аман болсын дейміз, мысалы Төрехан секілді жас таланттарымызға бағана өзің айтып қалдың, британдиялық мамандар таңдай қағып отыр екен деп. Осы жігіттерге тіл көз тимесін дейміз. Және енді өздерінің де негізгі жарыстан кейінгі де осы чемпиондық атақты алғаннан кейінгі де әңгімелері жақсы ғой. Біздің мақсат енді олимп шыңын бағындыру. Ағамыз екеуміз олимп шыңына шықсақ деген бір армандарын айтып жатыр. Тіпті керемет тарих қой. Ешкім былайша айтқанда балталай алмайтын, бұза алмайтын тарихтардың бірі болмақ. Сондықтан да бәрі чемпиондардың өз қолында. Алдағы уақытта да босаңсымай, дәл осы бабында жүретін болса, Лос-Анджелес мысалы енді уақыт айырмашылығы да Америкамен бізде 12 сағат дейміз. О жаққа да бір ертерек баруға тура келеді. Оның бәрін ғалымдармен бірлесе отырып, енді ұлттық құрама сапында жұмыс істеп жүрген көп қой. Жалпы тек қана боксшылардың еңбегі емес, осы жерде айта кету керек, жеке бапкерлердің, федерация басшыларының да барлық жағдайын жасап беріп жатқан боксшы қыз-жігіттерге. Содан кейін дәрігерлері бар, басқа да команда ғой, былайша айтқанда, жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Ауызбіршілік болу керек негізі командада. Біз ана репортажы барысында да көп айтып отырдым мен, қыздар командасында ауызбіршілік бар деп. Оны соңғы осы жарыстарда, соңғы уақыттар жиі байқаймыз. Бәрі жаңағы шаршаңға шыққан кезде Аида шықсын, Алуа шықсын, Назым шықсын, бір ауыздан команда түгел келіп қолдап, әндетіп. Тек қана ұлттық құраманың бірінші нөмірлік спортшылары емес бұл. Бұны Шри-Ланкада да байқадық біз. Жастар қатысты көбіне. Сол кезде де әр жекпе-жекке қыздар толығымен келіп, түгелдей қолдау көрсетеді. Яғни жеңсе де бірге, жеңілсе де бірге ауызбіршілік бар. Жігіттер жағында осы жетіспей жүрген, бірақ қазір осы ауызбіршілікте қалыптасып келе жатқан секілді. Өйткені бір-бірінің бойына, жекпе-жегіне келіп, кәдімгідей қолдау көрсетіп, кәдімгідей тілеулес болып, кеше Асланбек ағасы Төреханға қандай әлеуметтік желі арқылы жаңағы өзінің ақыл кеңесін айтып отыр. Осында ауызбіршілік болу керек. Тек қана спортшылардың арасында емес, енді жаттықтырушылардың арасында. Жасыратын жоқ, жаңа айттық қой, біз үлкен жарыстардың қарсаңында жаттығуларға жиі баратынбыз деп. Сол кезде бапкерлердің өзіне енді бөлініп жүретінді байқайтынбыз. Жерге, руға, ол жасыратын түгі жоқ. Қазір де бар сияқты негізі. Бар, ол жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды ғой, болуы да әбден мүмкін. Міне осының бәрін тоқтату керек. Өйткені барлығының мақсаты қазақтың туын биіктен желбірету. Осы тудың астына бірігу керек. Ауызбіршілік болу керек. Жаңағы ұлттық құраманың да бапкерлерді мысалы жұмыс істетуге мүмкіндік беру керек қой. Бізде келмей жатып бір жарыста Мырзағали 4 алтын алып келген кезде төбемізге көтереміз да, бір жарыстан кейін шәкірті жеңіліп қалса жерге тастай саламыз. Бапкер кету керек деген еңбек еш кетеді. Сондықтан сырттан келіп біздің боксшыларды, біздің бапкерлерді ешкім мақтамайды. Енді сол жерде жарыс өткен орында мақтауы мүмкін. Өз-өзімізді көтермелемесек, айтады ғой, болар елдің баласы бірін-бірі батыр деп. Сондықтан жеңіліп қалғанда жаңағы айтып отырмыз, Бекзат Нұрдәулетовте де қазір кету керек, қартайыпты, әртүрлі әңгімелер айтылады. Көзің жалсаң енді есің шығады, ана жерде ары қарай оқығың да келмейді әлеуметтік желідегі пікірлерді. Сол секілді мысалы кім Сабырхан Аққалыпты да. Сабырхан Аққалыптың бұл бірінші әлем чемпионаты болды. Мүмкін жанып кеткен шығар, басқа да себептер болған шығар, оны өзі айтыпты, білмеймін деп. Әйтпесе бір жекпе-жектен өтіп алғанда, мысалы Астанада әр жекпе-жек сайын қосып отырған Сабырхан. Сол секілді Бекзатта осы грузин боксшысынан өткенде ары қарай басқаша кететін бе кім білсін. Сондықтан айналып келгенде сәттілігі жетіскен жоқ. Енді тағы да қайталап өтеміз, біздің қыз-жігіттерімізге қашанда сәттілік серік болсын, ауызбіршілік болсын. Тек қана қолдау көрсетіп, жігіттерге қазір құрмет айтып отыр, оны да айтып отыр. Енді қазір қыруар қаржы береміз, ана жерде машина мінгізеді, керек емес деп. Керек, неге құрметтеу керек. Қандай құрмет көрсетсе де қазір жарасады қыз-жігіттерге. Жүлделі алып келген спортшыларға, олар өздерінің еңбектері, жеген нандарын ақтап отыр. Еліміздің абыройын асқақтатып, беделін биіктетіп келді ғой. Ливерпуль аренасында енді көк туымыз жетірез көтерілген, тарихи нәтижелерге қол жеткізді. Сондықтан тек қана жылы пікір, жылы сөз айтуымыз керек.
Жақсы, енді Жандос аға, рахмет. Бүгінгі біздің студиямызға келіп бізді қолдап осылай бір ауыз сөзіміз жерге тастамай сұхбатқа келіскеніңізге сізге де сәттілік тілейміз. Бұйырса енді жаңағы өзіңіз басында айтқандай Теңбіл жобасын енді көрермендерге қайтадан қауышады деген ойдамыз. Жаңағы өздеріңізде енді қазақ елінен сүйіншілеп жүре беріңіз. Сізді олимпиададан алтын ала берейік. Боксшыларымыз да керемет нәтижеге жете берсін. Қымбатты көрермендер, осымен біздің бүгінгі шығарылым аяқталды. Осы шығарылым қасында сілтеме тұр. Сол жерден біздің демеушілерімізден арнайы сыйлықтар бар, соны да алсаңыздар болады. Жеңісті күндерде жүздескенше аман сау болыңыздар.